Қайырлы күн менің оқырмандарым, қосылайық. Бізде бүгін Сәттібекте жаңа үміткер келді. Сәттібек сондай қуанышты үміткер, оған ұнады деген ойдамын өз басым. Сәттібек екеу және өте керемет жұп шығады деп ойлаймын. Екеуінен сондай үйлесімді жұп, тәтті жұп болғалы тұр. Көңіл күйің болмай жүрген. Оған несін айтам? Ақша алайда, қыздан да, жұмыстан да жол болмай кетті, брат. Не істеймін деп білмеймін, сол сізбен бір ақылдасып сөйлесуге келдім. Жолым болмай кетті дейсің ба? Бауырым, ең бастысы анаң аман болсын. Негізі оқырмандарым енді білесіздер ғой, Сәттібек Заринаны да ұнатқан ғой басында. Заринаны да жақсы көреді. Жақсы өйткені Зарина өзіне жақсы басында ұнатқан эфирді. Енді Зарина оған қарамады ғой, шыны керек. Содан енді Сәттібекке бізге керемет бір жақсы үміткер келіп тұрды. Енді сол үміткерді жіберіп алмай жақсы жұп болып кетсе, нұр үстіне нұр болар еді деп ойлаймын. Заринамен жақсы сыйласқан банады дос болып қалады деген ойдамын. Заринаның өзінің көп жаны бар. Сөйтіп танысамыз да тоқтап қаламыз бірақ қалай айтсам болады енді. Жігіттік намыс дейміз ба, кішкене мен сені жақсы көрмеймін деймін да. Бірақ болды, тоқтадым, мен сені жақсы көрмеймін деймін. Бірақ әр шағынаңды отырамын ше. Жіберген жоқпын одан кейін. Бәрібір төбіндесе мен тек менікі боласың деген сияқты бір өзімде жүректі болды да. Содан кейін осы қыздың құрметіне арнап шығарылған ән болатын негізі. Сол әнді бәріңізге орындап берейін. Сол әнде Зарина өлең жолдарын оқып беріп жатыр. Құрметті оқырмандарым, арнама лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып отсаңыздар, пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер, алдынара рахмет айтамын, құрметті оқырмандарым. Бізде үміткеріміз, қазіргі үміткеріміз сондай үйлесімді керемет жұп шығайын деп тұр Сәттібекпен. Махаббаттарыңыз мәңгі болсын деп тілеп қоямыз. Күндеріңіз сәтті өтсін оқырмандарым. Бүгін өз мәресіне жетті. Айгүл Асылжанмен таныстығын тоқтатты. Өйткені Асылжандар өзіңіз көргеніңіздей бұл эфирде ешқандай бір әрекет жасай алмады Айгүлдің алдында.